Біреудің ескі махаббаты туралы оқиғаны оқып, мен де өзімнің болған оқиғамды есіме түсірдім. 9 сыныпта мен бір сыныптас қызға ғашық болдым. Біреу оны ғашықтық деп атаса, біреу басқаша ойлар еді. Бірақ бұл сезімдер соншалықты күшті болды. Ондай сезім менің бүкіл өмірімде болмаған. Біз аз ғана уақыт кездестік. Бұл қалай болғанда да балалық, ақымақ және көріксіз болды. Бірақ біз бір-бірімізді өте жақсы көрдік. Мен оған сенімдімін. Қыз колледжге түскеннен кейін біз ажырасып кеттік. Әртүрлі себептермен кездесе алмаған ұзақ кезеңдер басталды. Ол кезде менде де, оның да телефоны болған жоқ. Ал бір кездесуімізде қыз енді менімен кездескісі келмейтінін айтып, бетімнен сүйіп, келген троллейбустың есігіне ұшып кірді. Мен оған сол күні кешке келдім. Бірақ қыздың әкесі оның жоқ екенін айтты. Бірақ қыздың аяқ киім сөресіне қойылған. Сол кезде біреу жіпті үзіп алғандай ішімнен бірдеңе үзілді. Қыз менен қаша бастады. Бұл ажырасу болды. Мен оның себептерін түсінбедім. 10 сынып мен үшін сұр түстермен және автоматты әрекеттермен есте қалды. Мен автоматты түрде түсімді тазаладым. Автоматты түрде тамақтандым. Автоматты түрде оқыдым, ұйықтадым, тұрдым, солай өмір сүрдім. Содан кейін өмір өзгерді. Оқиғалардың қарқыны соншалық сағыныш пен қайғы артта қалды. Мен жоғары білім алдым, қызмет еттім, жұмысқа орналастым. Содан кейін екінші жұмысқа орналастым. Екінші жұмыс тікелей менікі екенін түсіндім. Содан кейін лауазымға байланысты екінші жоғары білім алдым. Мен үйлендім, ажырастым, одан қайтадан үйлендім. Қазір 3 балам бар. Кезінде аялдамада маған енді кездескім келмейді деген қыз, достық өтінішімен менің ВК парақшама жазылды. Әрине достарға қосылды. Біз сөйлестік. Ол кездесуді ұсынды. Біз кафеге кездестік. Ескі рухани жараны басып қалмас үшін барғым келмеді. Бірақ сонда да бардым. Ол өз жасына сай өте көрікті, керемет көрінді. Кофе ішіп болған соң мен кетуім керек дедім. Ол менің қолымнан ұстап, бірге тағы бір кофе ішуді ұсынды. Мен сол кезде оны әлі жақсы көретінімді айттым. Бірақ бұл кездесу соңғысы. Өйткені мен балаларымды көбірек жақсы көремін. Мен ешқашан отбасымды бұзбаймын дедім. Мен түсінбеймін. Балалары бар, күйеуі бар, онымен бәрі жақсы екен. Сонда ол 19 жылдан кейін не күтті?